Cesur. Web kamera. Sal boynunu ulkeytinga. Ya men o'tmayman bani. Kelsi qasqa kelsi. Qasqa kelsi. Ey. Qashin. Gel. Windows keldi. Yatqa. Salam do'stlar, tomoq bastar. Salam do'stlar, tomoq bastar. Ketchay. Qasman kelsi yaqinda. Misal so'y istedingmi? Salam do'stlar. Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Азакен ой арнасы. Кішкентай кезімізде барлығымыз да қазақтардың мультфильмдерін көрді. Бірақ сол мультфильмдердің қорқынышты желілері мен ащы ешкім түсіне алмаған шындықтарын көбісі білген жоқ. Бүгінгі видеода мен сол қазақстандық мультфильмнің, яғни мұңлық пен зарлық деген анимацияның сіздер байқамаған құпияларын, толық желілерін, қорқынышты жақтары мен ащы шындықтарын зерттеп айтып беретін боламын. Ал видеомыз басталмастан бұрын міндетті түрде осы видеоға лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Менің арманым жаңа жылға дейін 20 мың тіркелушіге жету. Сондықтан да менің арманымды орындауға кішкене де болсын үлес қосыңыздар. Видео өте қызықты, сіздерді таң қалдыратын нәрселерге толы болады. Сондықтан да видеоны теріп жібермей, видеодан шығып кетпей, міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Мультфильмнің толық желісін айта кетейін. Ең алдымен бізге мультфильм басталған кезде САП кино студиясының логотипі шығады. Сосын бірте-бірте кадрдың жел арқылы ауысқанын көреміз. Кадр ауысқан кезде біз осындай бір түрді байқай аламыз. Ежелгі мүсіндердің түрі болса да өте қорқынышты болыпты. Сосын бізге кітап ашылып, кітаптың ішінде мұңлық пен зарлықтың оқиғасы басталады. Кейіннен барып бізге осындай ежелгі замандағы суреттерді көрсете бастайды. Осы суреттерге қарап қорқынышты нәрселерді байқай аламыз. Және осы қорқынышты нәрселердің не екенін, олардың ащы шындықтарын видеоның соңында мен айтатын боламын. Мұңлық, зарлық туралы аңызды айтып. Анимация басында біз қашып бара жатқан елікті және оның арқасынан қуып бара жатқан бір топ адамдарды көреміз. Елік осындай бір шыға алмайтын тау тастардың арасына келіп тіреліп қалады. Ал аң аулап жүрген ат үстіндегі қазақтар болса, оны жаулап алып оқ атады. Осы кезде оқтар ауада тұрып қалып елікке тимейді. Елік адамдарға өте жақын келіп тұрып алады. Адамдардың ішіндегі ең бастысы оны атпақшы болады. Бірақ оның жәутеңдеген көздерін көріп садақты қайтадан төменге түсіреді. Елік ұшқан құстай биік секіріп, аттың үстінен аттап өтіп, қайтадан шауып кетеді. Қайтадан артқа қарай қазақтар қайтып бара жатқан кезде мына оқиға орын алады. Айба. Реклама. Реклама. Давай. Басыңызды көтеріңіз. Көтер. Сен кімсің? Осы маңда тұратын балықшыңның қызымын. Атың кім? Өтірік. Ханшайым. Ханшайым деп ханның қыздарын атайды ғой. Білмеймін. Атымды атам қойыпты. Атаң қайда? Әне, анау жарғабақтың басында. Ал мен қуып келе жатқан киік қайда? Білмеймін. Осы кезде ханды тұрғызған қыз оған болашақта 2 баласы болатынын, ал қазір баласы мүлдем жоқ екенін айтып береді. Оған хан таң қалып, мен саған үйленемін, егер де 2 бала болмайтын болса, мен сені осы дарияға лақтырып жіберемін деп айтады. Кейінгі кадр хан сарайына ауысады. Ханның қазіргі 3 әйелі бір-бірімен сөйлесіп тұрады. Хан иеміз бәрімізді қорлап тағы бір әйел алмақшы. Алпысымыз бірдей бедеу емес шығармыз. Хан кінәні өзінен іздемей ме? Ол қыз перінің қызы дейді. Хан иеміздің басын айналдырып сиқырлап тастаған дейді. Егер де ол қыз шынымен бір ұл бір қыз туар болса, онда хан бізді біржолата ұмытады. Бәріміз сол ханшайымның күңіне айналамыз. Масқара-ай. Менде мынадай амал бар. Уақыт
уақыт өте келе хан мен жас қыз бір-бірімен қосылады. Ұланасыр той болып, бұл хабар бүкіл елге тарайды. Алпыс әйелдің барлығы ханшайымның қолынан сүйіп шығады. Біраз уақыт өткен соң біз ханшайымның жүкті болғанын көреміз. Ханшайым жүкті кезде хан әйелін тастап өзі басқа жаққа кетпекші болады. Мен бұлай деп шештім. Уақыт таянғанда уәзірлерімді ертіп аңға шығам. Тұзды дөңнің басына шатыр тігіп, қуанышты хабарды сонда күтем. Мені бірге ала кетіңіз. Мен сізсіз қорқамын ғой. Неден қорқасың? Бәрінен, бәйбішеден, алпыс әйелден. Еш уайымдама. Бәрі де сенімді адамдар. Сенің қауіпсіздігіңді бас сақшы Шавхатқа тапсырамын. Жанында Мағрипа болады. Қорқыныштың барлығы енді басталып жатыр. Ханшайымның жанында үнемі оған бас көз болып жүретін Мағрипа деген әйелді үш жалмауыз ханның әйелдері, бәйбішелері байлап кетеді. Ай, сіздер мұнда неғып жүрсіздер? Мағрипа қайда? Сен бізден қорқпа. Біз саған қастық ойламаймыз. Ой, бұл байғұса есінен танып қалды. Толғағы кел, Мыстанды шақыртыңдар. Ханшайым дәл босанайын деп жатқан кезде шайтанның арбауымен алдай алатын жалмауыз Мыстан кемпірді шақырады. Ал жалмауыз Мыстан кемпір болса, екі нәрестені иттің баласы күшіктермен ауыстырып қояды. Дарияға лақтырып жібер. Қайтып келген соң тағы бір дорба алтын аласың. Ай, адамдар ай, керек кезінде Мыстан шешей деп қалады. Балаларың қасыңда жатыр. Бейбақ екі күшік тудың сен масқара. Күшіктерің қыңсылап жатыр ғой, емізбейсің бе? Мен баланың жылаған даусын естігем. Сендер қастандық қылдыңдар. Күшік туды масқара, күшік туды. Бұл хабар ханға да жетіп барады. Хан оны естіген соң қатты қайғырып ашуланады, және оның жалмауыз бәйбіше әйелдері болса, олардың барлығы жай ғана сиқыр болыпты. Ханшайым сізді алдапты деген сөздерімен ханды алдайды. Жазасын сендер айтыңдар. Өлім, өлім, өлім. Олай болса, ханшайымды екі күшігімен жолбарыс пен жыртқышандар мекендейтін қайтпас аралына апарып тастаңдар. L'Oréal Париж представляет кастинг Natural Gloss. Твой новый насыщенный цвет для оптимального... Мекендейтін қайтпас аралына апарып тастаңдар. Жалмауыз кемпірде мұңлық пен зарлықта екі нәрестені дәл осы аралдағы таудың шыңынан тастамақшы екен. Алтын. Ай, бейкүнә сәбилер, ай. Бірақ та қу дүние не істетпейді. Мені Мыстан еткен адамдар сендерсіңдер ғой, сендерсіңдер. Біреуге істеген жақсылығың біреуге жамандық болып тиеді екен. Балдарың, адамдарға. Бұл мультфильмнен сіздердің байқамаған құпияларыңызды, ащы шындықтарды, қорқынышты сіздерді таң қалдыратын ешкім білмейтін жасырын нәрселердің барлығы және мультфильм желісінің жалғасын мен келесі видеода айтып түсіндіріп көрсететін боламын. Яғни екінші бөлім тіпті арнаға салынып та қалған шығар. Сондықтан да каналыма кіріп көріп кетіңіз. Ал егер де әлі салынбаған болса, онда 1-2 күн күтіңіздер, міндетті түрде салынады. Ал мынау алдыңғы видеодағы топ керемет комментариялар. Егер де сіздің де келесі видеоға түскіңіз келсе, онда осы видеоның астынан өзіңіздің керемет комментарияңызды қалдырып кетіңіз.